соғымға жылқы малын қалай таңдаймыз? Бірінші, көзінен қарай. Мен негізі жылқы малының көзінен ажырата аламын, и тісінен. Енді көзін айтып кетсем, көзіне былай қарайсыздар. Көзіне былай қарайсыздар да. Көзінің қарашығынан менің бойым толықтай аяғымнан шейін көрініп тұрса, егерде ол жас жылқы. А если беліме шейін ғана сол қарашығынан көрініп тұрса, ол орта жастағы жылқы. А если мойныма шейін көрсе, ол кәрі жылқы. Ал мынау татанса көрініп тұр, жас жылқы мынау. Екінші, еті толған ба, семіз ба, мына жалынан байқалады. Негізі енді мына жалы жоқ, мына жалы толған малдың жалы осылай бугор болып тұрады, жоғары көтеріліп тұрады. Қабырғасы жұқа ма, жұқа емес па? Қабырғасын былай ұстап көресіздер. Одан кейін мына төс жағы да болады, белгілі болады. Негізі арық мал мен сегіз малды ажыратудың белгілері. Одан кейін жамбас еті толды ма, толмады ма? Соны көрсетейін. Жамбасы еті толған мал мынау болады. Енді анау екеуін сравнить еткенде, конечно, мынау жамбас еті толып тұр ғой. Мынандай жаясы толып тұр. Мынада толмаған. Мынада толмаған, әлі бір айдай бар. Ол еті толғанымен жаясында май бар, май жоқ дейді ғой, сол разницасы.